Сәлем достар. Құрметті достар, мен бүгін сіздермен қалай мұғалімнің қарғысының арқасында 133 балл алғанымды бөлісетін боламын. Егер де видео қызықты, пайдалы, күшті болатын болса, онда каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Құрметті достар, былай болады, мен де сіздер сияқты оқушы болғам, 11 сынып оқығам. Сол кездері бір қызық оқиға болады да. Физик апайымыз бар. Ол кісі сабақты күшті өтеді, прям мықты түсіндіреді. Басынан бастап соңына дейін сабақты ашып береді да ше. Ол кісі всегда былай айтады ше. Мысалы, сабағына қатысасың, отырасың, апай түсіндіріп атады. Енді кейбір жерлеріне түсінбей қаласың да. Апайға айтасың: апай, мына тақырып ұбт-да келе ма, бізге керек па дейсің. Апай: я, келеді дейді. Мысалы, там 15 оқушы болатын болса, сол 15-іңнің сендердің так 2-3-еуіне келуі мүмкін. Сондықтан дайын болыңдар, бұл тақырып егер кеп қалса, осылай шығарасыңдар деп түсіндіреді ғой. Сол кезде мен айтам: апай, осы тақырып именно маған келмейтін шығар, мен дайындалмай қояйын деген сияқты қылып енді апайға намектап жатырмын да. Ол кісі тұрып, бүйтіп айтады ғой: именно азамат, сенің басыңа осы тақырып келсін дейді ғой. Яғни апай күшті методика қолданатын, прям ана сөз маған қатты өтеді да ше. Тұрам да, амал жоқ, ана тақырыпты үйрену керек болады ше. Сондықтан оны басынан бастап аяғына дейін қайтадан оқып шығам ше, чтоб енді ана сөз ауыр тиеді ғой, кәдімгідей кеп қалу шансы уже көбейіп кеткен сияқты болады да ше. Сөйтіп апай всегда айтатын ше: қиын тақырып келе ма, или там түсінбей атасың ба, осы тақырып, осы есеп сендердің бастарына келсін дейді да ше. Сөйтіп амал жоқ оқисың ана тақырыптың бәрін. Содан кейін, яғни физикаға деген бір көзқарасы өзгеріп, енді физикадан так 11 сыныптың қыркүйек айында там 15-14 наугатпен жинап жүрдім. Потом нағыз ұбт-ның кезінде 40, қателеспесем 41 алдым ше. Апайдың сөздері, апайдың іс-әрекеттері қатты әсер етті ше. Жалпы осындай керемет оқиға басымыздан өтті. Енді алдағы уақытта басқа да видеоларымда қалай математикадан 45-тен 45 алуға болады, және де мат сауаттылықтан қалай 2 балды қателескенім туралы. Вроде бүкілін шығарыптым, бірақ қателестім да. Соны сіздермен бөлісетін боламын. Жалпы алдағы уақытта осындай пайдалы, енді ғылымға негізделген немесе шынайы историялармен бөлісіп отыратын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жақсы, сау болыңыз.